Диспина Синанға сүт әкеліп берді. Синан оларға Невраның бөлмесіне кіріп терезеден шыққанын айтып еді. Енді тентек болма, тыйым салынған жерге кірме деп еді Диспина. Айшагүл әпкеге көмектесейін деп едім. Невра ханым оны бопсалап жүр деді. Неге деп сұрап еді, бір досы жаман бірдеңе істеген. Сол бейне жазбамен деді Синан. Диспина есіне түсірді. Бейне жазба жоғалып кетті деп Садриддиндердің айтқанын. Сен менен бірдеңе жасырып жүрсің бе? Деп ашуланды Пойраз Эдаға. Ол теріс қарап отыр еді. Эда Пойраздың тапаншасын алып оған тақап, Халелді беріңдер деді. Мүнтаздар келді. Халелді беріңдер деп айқайлады Эда. Сүнгіл көңілсіз отырды. Баласы қасында ойнап отырды. Садриддин Сүнгілге келіп, неге үнсіз отырсың деп сұрап жатыр еді. Умран келіп, сізге қонақ келді деді. Кірсін деді Садриддин. Фатих келді Садриддинге. Сәлем аға деді. Сүнгіл қарап еді, Фатих тұр. Екеуі бір-біріне қарап қалды. Эда көлікті жүргізесің деп Пойразды рөлге отырғызып Халелмен бірге алып кетті. Невра, Чынар, Айшагүл үшеуі кешкі ас ішіп отырды. Мелис келді. Қайда жүрсің деп еді. Невра, киімдерімді жинадым, шетелге қайтам деді. Уақыт керек шығар деп еді Чынар. Жоқ, бәрі мені террористің қызы дейді, деді Мелис. Пойраз кейін қайтайық деп еді. Эда жоқ деді. Мүнтаздар Пойраздың артынан келе жатырды. Оған Невраның адамы звондады. Бізге не керек екенін білетін уақытың келді деді. Айт деп еді Мүнтаз. Барлау ұйымын сен басқарғаныңды қалаймыз. Ол үшін қазіргі бастығыңның көзін құртамыз деді. Чынар ішіп отырды. Айшагүл дәрі қабылдап жүріп ішкенің дұрыс па деп еді. Ештеңе етпейді деді Чынар. Чынар Айшагүлге ашулысың ба? Саған не әсер ететінін білемін деп Айшагүлдің арқасына массаж жасап оны иіскеп отырды. Рахмет, ұйқым келді, барып жатамын деп кетіп қалды Айшагүл. Эда Халелді әкелді. Пойразды көлігіне кісендеп Халелді алып ішке кіріп кетті. Чынар Айшагүлдің артынан келді. Киімімді ауыстырайын деп еді Айшагүл. Чынар көмектесейін деді. Ол Айшагүлді құшақтап сүйгісі келді. Эда ішке кіріп біреу бар ма деп еді. Көліктің фарын жақты. Керем келді. Эда оны құшақтап амансың ба, сені өлтіреме деп ойладым деді. Халелді алып келдім деп еді. Халел бізге қажет болады деді. Ол қалай деп еді. Эда ақмақ ғашығым-ай деді. Сен мені алдадың ба деп таңғалды Эда. Халел кеттік деп еді. Керем Эда жоқ деп оған тапанша кезеді. Керем де Эдаға тапанша кезеп тұрды. Эда атып еді, оғы жоқ болып шықты. Керем Эданы салып жіберді. Мен сен үшін бәрін істедім деп жылап. Пойраз келіп оған қару тақады. Пойраз Керемнің бейне жазбасын қарағанда оның қолын байланбағанын көрді. Сосын олардың бәрін жоспарлағанын біліп, ол да жоспар құрды. Чынар Айшагүлге тиіскісі келді. Жібер, өтінемін деді Айшагүл. Чынар қоймады. Оның басынан вазамен ұрып жіберді Айшагүл. Пойраз Керем мен Халелді алып кетейін деп жатқанда мені мұнда жалғыз келді деп ойламаған шығарсың деді Керем. Керемнің адамдары келді. Пойраздың қаруын алды. Айшагүл өзі қорқып кетті. Қой дедім, өзің қоймадың деп тұр еді. Невра келді. Не айқай деп. Ештеме болмашы нәрсе деп еді Чынар. Әлде сен істедің бе деп Айшагүлге қарады. Садриддин Фатихқа қолыңнан не келеді деп сұрап жатырды. Сүнгіл біліп қойды, Мелис бәрін айтып қойған шығар деп қорқып тұрды сыртта. Садриддин Фатихке қару қолдана аласың ба деді. Ол жоқ деп қорқып кетті. Осында тұрасың, көліктерді жуып орындарына қоясың деді Садриддин. Ол ойланып көремін деді. Невра Чынардың басын сүртіп тұрды. Айшагүл мұның не деп ұрысты. Кешіріңдер, мен бұл үйде тұра алмаймын деп кетейін деп жатыр еді Айшагүл. Невра келіп есікті жапты. Кете алмайсың. Бейне жазба әлі менде. Кететін болсаң әкең мен Диспина түрмеге түседі деді. Айшагүл кете алмай жылап тұрды. Сен үшін қанша ақша алар екенбіз Халел мырза деді Керем. Ақшаны кім береді деп еді Пойраз. Саған неге айтайын деді Керем. Екеуі сөйлесіп тұрғанда Мүнтаздар келді. Атыс басталып кетті. Бахри Мүнтаздың бастығымен сөйлесті. Маған шабуыл жасалды. Адамдар өлді. Бейне жазбаның біреу алыпты деді. Оларды біреулер тыңдап тұрды. Керем Халелді ұстап мынаны өлтірем деп тұр еді. Пойраз Халелді атып жіберді. Невраның адамы Зекиге бір адамы звондап Халел өлді, Керемді барлау қызметінің адамдары алып кетті деді. Чынар Айшагүлге келіп кешірім сұрады. Бөлмеңе бар, есігіңді кілттеп алсаң да болады деді. Айшагүл Пойраздың үйіне келіп Пойразды күтіп отырды. Пойраз келді.
Не болды деп еді. Мені құшақташы деді. Не болды деп тағы да сұрады Пойраз. Жылағым келіп тұр, сен қасымда емессің деді Айшагүл. Пойраз, бұдан да құтыламыз. Басымыздан өткен қиындықтар бізді бұдан артық жақындатты деді Айшагүлге. Деспина Айшагүлге келіп, мен сені мен үшін невра бопсалағанын білемін деді. Әкеме айтпа деп еді, сен маңыздысың деді Деспина. Бір қателік істеп жүрме, Пойраз екеуміз бейнежазбаны неврадан аламыз, алаң болма деді Айшагүл. Мен кетейін деп кетіп қалды Деспина. Бастық Идаға ұрысты. Пойразды аттың, жалғыз өзің кепіл жөнінде қылмыскерлермен келіссөз жүргіздің деді. Не істесеңіз де бәрібір Басеке деді Ида. Кешіріңіз, жұмысы маңызды, мүмкіндік беріңіз деді Ида. Енді қателік жіберме, тәуекелге барып тұрмын деді бастық. Чынар, Айшагүл неге бұл үйдесің деді. Мен бұл үйде амалсыз қалдым, апаң мені бопсалап отыр деп бәрін айтып берді Айшагүл. Керімді тергеуге Мүнтаз бен бастық келді. Мен екі жақта да жүрдім, ол жақта әлдеқайда көп ақша береді деді Керім. Иданы пайдаландым деп еді. Ида шыдай алмай жүгіріп келді. 2 минут беріңіз деді Ида бастығына. Чынар невраға келіп, не істеп жүрсің деп айғайлады. Енді не істеймін, сен өзің де ол сені сүймейтінін біліп тұрып үйлендің деді. Бейнежазбаны әкел деп еді Чынар. Ол оны өшірген бойда кетіп қалады деді Невра. Кетсе кетсін, бейнежазбаны бермесең мен де кетемін деді Чынар. Невра бәрін өшірді. Мен мүлде сүймедің бе деді Ида Керемге. Сүйдім, мен бастаған өмірге сен бейімделе алмайтын едің. Өйткені сен өте алдалсың деді Керем. Мен мәжбүр болдым деп айтасың деп ойлап едім деп шығып кетті Ида. Чынар, енді сені ешкім мәжбүрлемейді. Кетсең болады деді Айшагүлге. Екеуміз біраз уақыт бөлек тұрғанымыз жақсы болады деп екеуі келісті. Зеки Невраның адамы Мүнтазға звондап, Кереммен сөйлесуім керек деді. Айт, өзім жеткіземін деп еді. Жоқ, өзімен сөйлесемін деді Зеки. Жеткіземін дедім ғой деп еді. Шетелдік тыңшымен төсектес болғанын ұмыттың ба деді. Жарайды, 2 минуттан кейін хабарлас деді Мүнтаз. Керемді бетіңді жуайық деп алып шықты. Зеки звондады. Телефонды Керемге берді Мүнтаз. Зеки Керемге Невра жайлы айтпадың ба деп сұрады. Жоқ, ештеме айтпадым деп еді. Ештеңе айтпа, ол жерден сені алып шығамыз. Іште өз адамдарымыз бар. Көрдің ғой деді. Телефонды Мүнтазға бер деді. Мүнтаз, Керемді алып бізге әкелесің. Сенің бірінші тапсырмаң деді Зеки. Естерің дұрыс па деп жатыр еді, ол телефонды қойып тастады. Айшагүл Пойразға келді. Бітті, бұл жолы бәрі бітті деді. Шынар апасынан бейнежазбаны алып өшірді деді. Невра қызметшіден Айшагүл кетіп қалды ма деп сұрады. Жоқ, ол бақшаға шығып кетті деді қызметші. Пойраз да кетем деді. Айшагүл алдымен Деспинаға айтайын деді. Невра терезеден олардың құшақтасып тұрғанын көріп қалды. Бахри Айшагүлге звондап, Деспина саған кеткен екен деді. Айшагүл Невраның бейнежазбаны алып өзінің бопсалағанын, сол үшін осы үйге қайтып барғанын айтты. Чынар ол бейнежазбаны анасынан алып өшірді деді. Менен ондай нәрсені неге жасырдыңдар деді Бахри. Деспина полицияға кетуі мүмкін деді Айшагүл. Бұқар Мелтемге ұсыныс жасауға алып келді. Жалтырбас пен Садриден сол жердегі біреулермен төбелесіп, жоспарлары іске аспай қалды. Чынар көңілсіз тұр еді. Невра менімен сөйлескің келмейді ме деп еді. Сенің кесіріңнен әйелім кетіп қалды деді Чынар. Біз жабылып қыздың өмірін астан кестең еттік деді. Бізді кінәлауды қой. Айшагүл саған тең емес, арсыз әйел, оның үстіне кім көрінгенмен кездеседі. Сені алдап Хикметпен көңіл жарастырып жүр деді Невра. Не деді Чынар.